Ақтөбе үздік нәтиже тіркет. Торғай даласында халықаралық бәйге жалғасып жатыр. Кезекті жарыс күннің қорытындысы бойынша Ақтөбе командасы ең үздік көрсеткіш тіркеп, жалпы есептегі жағдайын жақсартты. Анық қанығын сол жақта жүрген әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Ол қазір бізбен тікелей байланыста. Аслан, кеш жарық, сөз өзіңізде. Қайырлы кеш Дастан, рахмет. Торғай даласынан сөйлеп тұрмыз. Бүгін міне 4-ші күн қатарынан бұнда Ұлы дала жорығы бәйге марафоны өтіп жатыр. 350 километр артта қалды және осы аралықта басында тіркелген 18 команданың 11-і жарысты жалғасып жатыр. Және олардың арасынан бүгін Ақтөбе ең үздік нәтиже тіркет. Атап айтқанда, әр күн сайын 100 шақырымнан жүріп отырады қатысушылар. Бүгінгі күннің нәтижесі бойынша Ақтөбе аталған 100 шақырымды 5 сағат 17 минут 52 секундта бағындырған. Соның арқасында жалпы командалық есептегі жағдайында жақсартты. Ақтөбе және осының арқасында фавориттер қатарына қосылды деп те айтуға болады. Өйткені команданың тактикалық қимылдары және осы жарысқа жасаған дайындықтары ерекше екені байқалып тұр. Алдағы екі жарыс күнінде қалған қарымын байқаймыз. Ал жалпы командалық есептейміз. Осы 4 күнді 350 шақырымды қорытындылайтын болсақ, топ басында Жетісу облысының командасы өз орнын сақтап қалды. Екінші орында Қырғызстан командасы, ал үздік үштікке Маңғыстау облысы көтерілген екен. Енді бүгінгі жарыс күннің барысы жайында анық-қанығын осы жердегі ұйымдастыру алқасының мүшесі Сәкен Сейтханұлынан сұрап білейік. Сәкен, жоғарыда айттым Ақтөбе командасының көрсеткіштерін, ал жалпы жарыс күні қалай өтті, баға берсеңіз? Бүгінгі жарыс күні өте тартысты болды. Кеше көрдіңіздер, Жетісу облысы күн бойы топ бастап отырды. Нәтижесінде өзінің көрсеткішін күшейтіп алды деп айтсақ болады. Ал бүгін күннің жаңалығы, расымен сіз айтқандай, Ақтөбе бүгінгі таңертеңгі 7-тен бастап олар енді бірден-бір команда осы жорықтағы 5 атпен келе жатқан жылдамдығын қосып, бүгін өте жақсы көрсеткіш көрсетті. Өзіңіз айтқандай, бүгін 4-ші орында, кеше 7-ші орында болған олар. Біз қазір енді Амангелді ауданы, Амангелді елді мекенінің маңындамыз. Жалпы енді Ұлы дала жорығы бәйге марафоны спорттық қырынан бөлек, ат спортының жанкүйерлері енді үнемі осы бәйгені күтіп, соған жанкүйер болып үйренген ғой. Биылғы миссиялары осы бір тарихи, әдеби және бір идеологиялық үлкен насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Одан кейін осы бағындырған жолдағы елді мекендердің әлеуметтік жағдайын көріп жатырық, халықтың тыныс-тіршілігімен танысып жатырық. Соған қатысты не байқадыңыз және жалпы Торғай өңіріндегі тыныс-тіршілігі қалай екен халықтың? Әуелі осы сәтті пайдаланып Торғай жұртына ерекше алғыс айтып кеткеніміз жөн. Өте қонақжай халық. Енді барлық жағдай жасалып жатыр деп айтсақ болады, мүмкіндіктің барлығы бар. Енді сіз айтып қалдыңыз, тарихқа бай өлке Торғай жұрты. Бұл жерде Алаш Сиялысы Міржақып Дулатов туған, оның кесенесі бар. Енді туған жеріне де бардық, өзіңіз көрдіңіз, кесенесі тұрған жерге де бардық, екі ауылға бардық, Саға және Бидайық. Осы екі ауылға осы жылы, осы 140 жылдық аясында өте жақсы жағдай жасалған облыс әкімдігі тарапынан. Енді жолдарды жаңарған деген секілді, жол салған, мектептеріне жөндеу жұмыстары жүргізілген. Оның сыртында өзіңіз көріп тұрсыз ғой, Торғай деген мидала. Енді шалғайда жатқан ауылдарда жоғары жылдамдықты интернет тартқан. Оның өзі жалпы бұл 140 жылдық тек қана той-тойлауымен емес, енді осындағы халыққа бір кішкентай болса да жағдай жасалуымен ерекшеленіп жатыр. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет Сәкен. Сәттілік тілейміз. Алда екі жарыс күні бар. 24 кезет көрермендеріне айтарым, расымен де біз осы жорықтың барысында дәл осы аймақтың тыныс-тіршілігімен жақынырақ танысып жатырмыз және көрген білгендерімізді сіздерге жеткізіп жатырмыз. Екінші жағынан осы Міржақып Дулатұлының 140 жылдығы бар, үлкен көлемде аталып өтіліп жатқан. Және енді биыл біраз бәйге ұйымдастырылды, айтыс ұйымдастырылды, көкпар ұйымдастырылды және оның жалғасы ретінде Ұлы дала жорығы бәйге марафоны өткізіліп жатыр. Десе де оның еңбегін дәріптеу, өмір жолын таныстыру осы тек мерейтойда емес, жыл сайын тұрақты және жүйелі жүргізіледі деген үміттеміз. Өйткені енді оның үлкен мұрасы бар, еңбек жолы бар, артына қалдырған шығармалары бар деген сияқты. Міне енді осындай Ұлы дала жорығы аясындағы қарбалас алда екі жарыс күні бар. 500 шақырымға созылады, 5 күнге созылады және Арқалық қаласына қарай қазір бет алып баратырмыз. Сол жерде
мәресіне жетеді. Жеңімпаздың есімін білеміз және оған осы демеушілер тарапынан тағайындалған 100 миллион теңге көлеміндегі сыйақы табысталады. Дастан, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Алдағы күндері тіпті сағат сайын соңғы ақпараттармен осылай тікелей эфирде бөлісіп отырамын. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, қадірлі көрермен, Торғай даласынан ақпарат таратқан әріптесім Аслан Қаженов болатын, біз жалғастырайық.